Армысыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін тамыздың 14-ші жұлдызы, кеше 13-ші жұлдызында спортпен шұғылданатын қауымның үлкен бір күні болып аталып өтті. Сондықтан баршаңызды сол мейрам күндеріңізбен құттықтаймын. Қазақ айтады ғой, естен кештен еш жақсы деп. Ал енді бүгінгі біздің ел арнаның Ойталас студиясына осы күнге, спорт күніне байланысты біздің қазақ еліне, ата жұртына осы спортпен айланысып келіп жатқан Моңғол елінен, оның ішінде Баян-Өлгей аймағынан арнайы альпинист, біздің қандас бауырымыз Ақби Жанарбек қонаққа келіп отыр. Сондықтан да біз де соны пайдаланып, ел арнаға өзіміз қонаққа шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Ал енді Жанарбек, бірден енді өзіңнің осы жаққа келу сапарыңнан бастайық. Арнайы сізді осы біздің ел шақырды ма, қандай себеппен келдіңіз? Жалпы сол жайында айтып өтсеңіз. Рахмет, жақсы. Мен Қазақстанның альпинистік ұйымдары біздің Моңғолияға альпинистік ұйымына, ең жоғарғы ұйымына шақыру жібереді. Сіздердің альпинистерің бізге келсін, біз халықаралық үлкен Тянь-Шаньға өрмелеу жасайық, азиялық. Осыған бағдарлама біздің жаққа барады. Сосын Моңғолияның альпинистік қоғамының өздерінен жіберетін, үкіметтен қаржы тауып жіберетін мүмкін болмай қалады. Болмай қалады да біздің аймақ, қазақтар тұратын Баян-Өлгей аймағы Моңғолияның ең биік таулары, ең биік жер біздің жақта. Сондықтан біздің спорт комитетіне телефондайды, звондап айтады, сендерде осындай баратын альпинист бар ма? Біздің өкімет қаражатымен баратын ешбір кісі мүмкін болмай қалды дейді. Сол кезінде альпинистерге спорт комитет сұрай бастайды, сендерде баратын мүмкіндіктерің бар ма? Біздің де жіберетін, сендерде өкімет қаржымен жіберетін қаржымыз жоқ, бірақ өз тараптарынан дейді. Мен 2 жыл дайындалып жатқам, атамекеннен бастап үлкен әлемаралық үлкен тауларға шығайын деп. Сосын мен келістім, мен өз қаражатымен барайын, келейін. Ал қандай бағдарламасы көрсет әкеліңдер деп сол шақыруды мен қабыл алып, өз қаражатымен кеп қалдым. Өз қаражатымен келдің, ата жұртқа. Ол үлкен сағыныштың белгісі деп ойлаймыз. Ал енді мынау біздің елге келіп жатсың, қазақ еліне Алматыда ғана болдың ба, әлде басқа да біздің өңірлерде болдың ба? Жақсы, рахмет. Мен атамекенге Қазақстанға келу үшін Моңғолиядан Россияға өтуім керек. Россиядан жаңа бейс аламыз, Россияның басы анау Моңғолияның солайда шекарасынан бескі Барнаулды басып, одан қайтып Барнаулдан Павлодарға кіріп, Павлодардан қайтып Алматыға келуге тиіспіз. Ал мен болғанда сол жер машинасымен көлікпен сол Барнаулға барып, Павлодардан түсіп қалып, сонда менің оралман туыстар, апайларым бар. Осыларға қыдырып, сосын кейін сол Павлодарда біраз жатып, оның кейін Семейге келіп, Семейден осы Алматыға Қазақстан шығыс бар қарылап келген. Өзің біраз сапар жүріп, бізге Алматыға келген екенсің. Енді атамекенге келгеннен кейін жер бөлу керек, ер беру керек деген сияқты. Ал енді олай болса, осы Алматыға келгеннен Алатаудың енді биік шыңына шығуға армандап келдің ғой енді. Қалай, сол сапарың өзі ойдағыдай болды ма? Керемет, жақсы. Мені шақырған Қан Тәңірі деген компания болатын. Қазбек Балиев басқаратын. Енді бұған мен мұнда келсем, бұл жерде енді жағдай басқаша екен. Мысалы, мені тауға апарып әкелу үшін біткен ұшақпен, біткен бірақ жоспарланған, оның өзінің бәрінегі төлемді маған $1000 әкел деді. $1000 әкелсең, мен сені тауға апарып әкелеміз, сонда халықаралық үлкен неге кірісесің деді. Ал мен өз қаржыммен келгеннен кейін мен де атамекенді аралайын, келейін деп барып келген қаржымның сыртында мен қалтамда $400 бар. Оған жетпеді, кішкене жағдай кішкене қиындау болып қалды. Бірақ енді дегенменен өзің бұлай шығып, Алатаудың басына шығып көрдің ғой. Керемет. Сосын кейін маған бұл жерден Илинский деген альпинистік есікті. Бұл керемет, әлеммен таласатын биік таулар тұрса да қазақ альпинистер керемет аз екен өзі. Біздің жақ таласа тау тұғымен керемет қой. Сосын кейін Илинский деген керемет мықты альпинист бар екен. Әлемнің ең биік 8000-нан асатын таулардан алтауға шығыпты. Осы кісі маған жақсы компания тауып берді. Қазақстанның альпинистерімен бірігіп Азия Транс деген бір компания бар екен, сәуле басқаратын. Осы компаниямен Тянь-Шаньның мәрмәр қабырғасына 20 күн болып, мәрмәр қабырғасын бағындырып қайттым. Өте жақсы. Онда сол көтерілі барып қайтқан жеріңді мына көрермен де бізде көрейік, біз бейне сюжетті көрсек.
Альпинизм асқан ержүректілікті қажет ететін айрықша спорт түрі. Өйткені бұл спортқа бел буған спортшыларды табиғат қаталсымен қарсы алады. Мұзғұрсанған қарлы шыңдарды бағындырудың да өзіндік қыр-сыры бар. Өкінішке орай спорттың бұл түріне қазақ жігіттері іргемізде аспанмен тілдескен Алатау тұрса да ден қоймай-ақ келеді. Ал моңғолиялық қандасымыз Жанарбек Ақби 1992 жылдан альпинизммен бағын сынауда. Төккен тері далаға кеткен жоқ. Моңғолияның 4000 метрден асатын ең биік шыңдарының бәрін Найрамдал, Малшын, Нарын, Күйтінді бағындырған. Енді табысын ары қарай жалғастыру мақсатында Атамекенге келіпті. Тянь-Шань шыңдарын бағындыруда оңай емес. Ол үшін тиянақты әзірлік, жан қинаған жаттығулар қажет. Оның бәрі де спорт залда емес, тау орайында биік шыңғыздарда өтетіні анық. Ары бері көлік қатынасы, жатын орын, азық-түлік бәрі де ақшаға келіп тірелетіні даусыз. Ауа райы қолайсыз болса, бірнеше күнге созылып кететін бұл сапар қомақты қаржыны да керек ететін болса керек. Өкінішке орай, бұл жолы аз ғана қаражатпен келген Жанарбек команда құрамына ене алмаған. Осы орайда еріксіз ұлт намысын ойлайтын қалталы азаматтарымыз еске түседі. Мәңгілік мұзарттар жатқан шыңдарды қазақтың бір қыран жігіті бағындырып жатса, бізге де мерей. Бәлкім спорттық бабында тұрған Жанарбек Ақбиді елге шақырып, қаржыландырып, команда құрамына енгізіп, әлемдік биік шыңдарға бағын сынауға жол ашқанымыз жөн болар. Бұл ұсынысқа спорт және туризм комитетіндегілер не айтады екен? Ақпанбет Әліш, Айдар Әбдешев, ел арна. Жанарбек, енді өзің армандаған, аңсап келген Алатаудың міне шыңына шығып, жаңа өзің біраз болған екенсің, жалпы әсерің қандай? Және біздің үлкен таулар менен сіздердің Моңғолиядағы тауларыңызда айырмашылық бар ма? Рахмет. Біздің Моңғолиядағы таулар ең биігі 4375 метр. Ана Қазақстандағы Атамекендегі таулар 7010 метр. Екеуінің арасы жер мен көктей. Ол жақтағы тауларда мысалы біз бір күнде шығып, бір күнде түсіп қоямыз. Ал мұндағы тауда тек қана етегіне жету үшін бір апта кетеді. Етегіне басына жету үшін бір апта, кемінде бір 20 күн жұмсайды екенсің. Ал оның сыртында бұнда биіктеген сайын мысалы ауаздықтан мысалы адамға көп әсер ететіні, қатты мысалы суық деген сияқты, оның бәрі керемет әсер етіп жатыр, керемет өзгешеліктер болады екен. Ал енді оның сыртында мысалы біздегі мысалы бір күнде шығып жүрген 4000 таулардың сайманмен мұнда керектенетін сайманның екеуінің арасында жер мен көктей әсер етіп жатыр. Иә, сіздердің енді шығатын аяққа киетіндеріңіз бар. Аяққа киіп ботинкадан бастап, қол ұстайтын балғасынан бастап, арқа киім, ең біріншісінде киімді керек біздегі мысалы апамыздың тігіп берген, тоқып берген жүндегесімен тауға шығып кетіп жаттық, мына жақта ол тарылмайды. Мұнда өзінше соған киетін арнайы киімдері бар ғой енді. Ол болмайды. Ал ондай киімді алу енді бірталай қымбат. Ал жалпы сол енді мынау ата жұртқа келгенде, таудан тауға өткенде адам баласында бір қандай әсер болады екен? Өзіңе бір мына айтып жатсың ғой кешеден бері, мына аталарым өткенде солардан бір көз қалыпты, мен соны таптым деп енді. Сол өзіңе осы қандай әсер етті? Мінекей тауып алып келіп отырсың ғой, бізді соған қызық қарап. Кішкентай кезімізден бастап сол четте өстік, четте тудық. Онда туып өскенімізге біз кінәлі емес шығармыз. Қазақта өстік, сол қазақтың ата мекені бар, оның жері бар деп кезінде кішкентай кезімізде үлкен ақсақалдар сол қыбла деп батысқа қарап намаз оқып жатады. Сонда біз ода сұраймыз, сіз неге былай қарап намаз оқисың деп. Қарғам сонда енді қыбла деп айтқанда біз кішкенеміз, ол кезінде мен кішкене кезінде коммунизм деген баяғы қызыл коммунизмнің бұрқырап тұрған кезі, сонда әкелер айтатын қыбла деген түсіндіріп, мына жақта сенің ата бабаңның қамтанған жері бар, биік тау, әдемі, кең, керемет, суы бар. Сол жаққа қарап біз сүйініп жатырмыз деп аталарымыз кішкентай кезінде бастап бізді ұлттық патриоттық ұқсап дайындады. Сосын несие келдік, елді бердік, жерді бердік, оқыдық, ата мекеніміз бар екенін білдік. Біз басқа біреудің жеріне кірме екенімізді білдік. Сосын туған жерімді, ата мекенімді, бабамызды соны бір көрсек, білсек деп армандап, ақырында альпинистік халықаралық үлкен жолымды ата мекеннен бастасам деп арман деп соған келдім. Соны енді алған әсерім, сол шыңның басына сол шаршап 20 күн жүрдік. 20 күн жүріп шығып, сол 6000-ға шығып, қайта түсіп келіп, 4500 метрге келген уақытында оны Қытай асуы дейді екен. Ар жағы керемет, қар, бер жағы қара, 4500 метрге. Осыған шығып демалып болсам, аяғымның астында, бір тастың арасында бір ағаш көрініп жатыр. Сосын бұл не ағаш деп әлгі ағашты жұлып алып қарасам, қазақтың ері. Ол міне көтеріп алып келдім мен.
Сосын мына жерде ол 4500 метрлік шыңда бұл қайдан жатып, бұл ағаш қайдан жатып, бұл не болған ағаш деп мен өзім шыңнан шаршап отырған ойымда жоқ. Бұны зерттеп қарасам, бұл ешбір бұрғы мен араның ізі жоқ. Бірақ пышақпен қолмен істеген. Мынау жаңағы несі, сода бұл өте ескі жыл болды. Соныда бұл болған қалай келуі мүмкін деп, бұл асуы не десем айтады, бұл жота, бұл Қытай асуы дейді. Сөйтсем сосын маған дері ой келіп, көзіме кішкене жас келіп ойладым енді. Менің ата бабам, мен ана шетте туғызып, мені кірматтырып жүрген сол ата бабам сол Қазақстаннан қашып пысып жүргенде, осы аттың үстінде отырып, осы ердің үстінде отырып, осы шыңнан асып кетіп бара жатып, бәлкім өліп қалдым екен, бәлкім осы ерді асыра алмай, осында қалып қалдым екен, соның ері ғой деп, мына ерді ұстап алып, көзіме жас алып, кіші жас келіп босаңсып, осы ерді алып көп отырып қалдым. Сондай достарым бәрі, жанында серіктерім бәрі айтады, жүр, күн суып кетті, жүрейік деп. Содан енді қандай әсер болған екенін өзім сөйлеп көрдім. Енді өзі қазір бізге де сондай әсері болып жатыр, Жанарбек. Мынау көрермендер саған телефон шалып жатыр, туыстарың, осы жердегі жерлестерің. Тыңдап жіберейік. Кешіріңіздер, біз сіздерді кешігіп қалғанымыз. Тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Келуіңізбенен. Жанарбек аты. Жанарбек, мен ғалыммын. Сондықтан сіз Монғолиядан келгендіктен, Монғолияда тұратын біз сияқты қазақтың жас қыздары ғылыммен айналыса ма? Ол мүмкін сізге, осы ісіңізге қатысы жоқ шығар. Біріншіден, айналыса қандай ғылыммен, мысалы әдебиетпен, мәдениетпен, лирикамен айналыса ма, немен айналысады? Екіншіден, сіздің отбасыңыз туралы білгім келеді. Жақсы. Егер де қажет десеңіз, менімен телефонымды қалдырсам, хабарлассаңыз. Телефонды қыздарға айтыңыз, телефон соғып жатқан, сол жерден аламыз телефонды. Жақсы, рахмет сізге, рахмет. Сіздің елде дейді, қыздар ғылыммен айналыса ма дейді. Ал енді ата-анаңыз туралы мен де сұрақ қойайын деп отырмын, жауап бересіз. Ғылыммен айналыса ма қыздар? Өзіңіздей жас қыздар. Рахмет. Қазақ қыздар ғой, солай ма? Иә, қазақ қыздар. Жақсы. Мынау 1760 жылдары, 1860 жылдары біздің Монғолияға біздің қазақтар барды. Содан бері қарай сол революция орнап, Монғолияның революцияны орнап, қазақтар күні бүгінге дейін еңбек етіп келе жатыр. Соның бәрінде көш басында бірақ қазақ қыздары. Мысалы, ең соңғысы, мысалы, Күләнда деген апайымыз бар. Ол мысалы саясатпен араласады. Токиода, мысалы, Японияда оқыған. Мысалы, қалың енді. Мынау әсіресе енді біздің көрермен жаңаға замандасың ба, әлде апайың бола ма? Ол кісі айтып отыр, мынау тарихпенен, мәдениетпенен, лирикамен сондай шұғылдана ма біздің қазақ қыздарымыз деп жатыр ғой. Бар, ондай көп. Мысалы, жаңағы Озила бұл аспирант, онан кейін мысалы Jamila деген кісі бар, Монғолияның еңбек сіңірген қызметкері. Онда енді аттарын білмеймін. Көп дейсің ғой. Өзің басқа мына спорт саласында жүрген, аздап кішкене енді ондай болады. Мәдениет жағын енді. Жақсы, Жанарбек, тағы да мінекей өзің қандас туыстарың саған телефон шалып жатыр, тыңдайық. Айта беріңіз. Алло. Сәлеметсіз ба? Мен Жанарбек Ақбейін мырзадан бір сұрақ сұрайын деп едім. Мына кеше хабарда көріп отырып, ол кісі осы атамекенге келіп тауға шықпақшы болған екен. Бір $1000 ақша сұрады дегенді естідім. Сонда осы кісіге бір қолдаушы табылды ма, табылмады ма, соны білейін деген едім. Жақсы, болды ма? Рахмет. Сізге дейді қиналып қалды, соны естігеннен бізді қиналып жатырмыз, соған қалай сонда қолдаушы табылды ма екен, табылмады ма екен, соны білейін деп едім, анық қанығын деп тұр. Рахмет. Мынандай ел арнаға шығарып, бүкіл халықпен бүйтіп жүздесіп отырғанның өзі маған қолдау көрсетіп жатыр. Оның өзі де Құдайға шүкір, рахмет. Жақсы. Жақсы.
Ал жаңа біздің алдында бір сұрақ болды ғой, ата-анасы туралы деп айтып жатыр. Ата-ана ұя. Ал енді Жанарбек, мен де бірден қояйын деп отыр едім. Өзің сол ата-анаң сені неге тәрбиеледі? Мынау альпинисттің өзі мектебі, ондай әлгі тәрбиелеу деген жоқ. Көбіне басқа бір салаға тәрбиелейміз ғой. Бізде де ондай көп емес өзі. Осыған қалай келдің? Қалай сені ата-анаң осы жолға сені жіберді? Сол жайында толық айтып өтсеңіз өзіңіздің өмір жолыңыз. Мен Баян-Өлгей аймағынан Сақсай деген, сіздерді сап қойып, бізде Сұмын деп айтады. Енді сол Сақсай деген Сұмында туып өстім. Сонда 10 жылдық бітірдім. Әкем сол 40 жыл сол Сақсай Сұмында театрдың бастығы, меңгерушісі болып істеді, мәдениет саласында. Онда мәдениетке жақын екенсіз ғой. Шешем болғанда медбике болып істеді, балабақшаның меңгерушісі болып істеді. Қазір екеуі де пенсионер. Ал мені жастарымнан мен мектеп қабырғасынан бастап спорттың жаңағы күресімен, самбо, джудо, еркін күрес деген сияқты, моңғолдың ұлттық күрес деген сияқты осындай күрестермен шұғылдандым. Онан кейін сол Сақсай Сұмында 10 сыныпты бітіргеннен кейін Түркияға мені 2 жылға әке шешем өз қаражатымен дін оқуына жіберді. Одан 2 жыл дін оқуын Чамилжа Құран курсында Исламбулда 2 жыл оқып, еліме келіп 3-4 жыл мешітте имамдық қызметін атқардым. Енді осының істеп жүріп арасында сол енді бірден жастайымнан әке шешем мені спортқа тәрбиелегеннен кейін спорт тастамай, спорт жалғастырып өтіп, қазір соңғы 4-5 жылымды спортпен шұғылданып келе жатырмын. Бізге телефон шалып жатыр, бір тыңдап алайық. Тыңдап отырмыз, айта беріңіздер. Алло. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен мына бауырымның атын тағы Жанарбек. Жанарбектің келгеніне сондай қуаныштымыз. Оның мынандай жетістігіне тегі қуаныштымыз. Енді осыған қоса мен осы Қазақстанның бір азаматы ретінде осы сырттағы қазақтардың тезірек келгенін қалаймын. Өйткені мынау Совет одағы құлап жеке мемлекет болғалы бері мына қазақ тілінің дамуына тікелей шеттен келген қазақтардың әсері болып жатыр. Негізгі біздің таза қазақ Қытай мен Моңғолда жатыр. Сол ағайындар тезірек келсе екен. Мынау әлгі Бутия сияқты тағы басқа әлгі Алла Пугачеваны шақырып жүргендер осы көмек жасап дұрыс қатынасы бар сұрақ қойсаңыз Жанарбек. Қатынасы болғандай енді айтып отырмын ғой, қуаныштымын. Тағы осы сияқты сырттағы бауырларымыз келсе, біздің арамызда осындай спортта басқа да дамитын еді. Жақсы, рахмет. Рахмет тілегіңізге, рахмет. Міне келсе екен деп тілек тілеп жатыр сізге. Әрине, оның бәрін енді сіздердің жанұяларыңыз біледі, өзіңіз білесіз, дегенмен бәрімізді хош көреміз соны. Мынау альпинист болу деген өзі өмір мен өлімнің арасында. Ол тауға шығып бара жатқан уақытта адам, кешіріңіз, ол соған қазір жауап берерсіз. Тағы да бізге телефон шалып жатыр, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Айта беріңіз. Үзіліп кетті ғой деймін. Жалпы мынау осы мамандықты таңдап алу, оған енді үлкен жүрек керек. Соған өзің қалай бардың? Алдында біреулер болды ма, жолдастарыңыз болды ма, тәрбиелейтін тәрбиешіңіз қалай болды сол жайында? Альпинисті шынында өліммен өмір сабақтасатын керемет қиын. 6000 метр тау, 4000 метр тауға шығып түсудің өзі оңай емес. Оны қойып аттың үстінен де жығылып мертіп қалатын кісілер болып жатады. Ал енді бұның тарихына келетін болсақ, бұл енді альпинист мысалы спорттың бір түрі дейтін болсақ, бұны ата-бабам ертеден шұғылданған. Мәселен мысалы бүркіт ұстап мысалы саятқа шығады. Сол бүркітті оңай жерге жұмыртқа салмайды мысалы. Аңқы жар тастың құрысына салады мысалы. Соны алу үшін біздің беліне қайсы арқан тағып, біздің ата-бабамыз ерте чыңмен алысқан, құзбен алысқан. Ал чың таудың ең биігінде тұрады міне. Осыдан келе жатқан, бұл бұрыннан жалғасып келе жатқан альпинистік спорт. Ал біз оны жаңа болып альпинист деп атын өзгертіп, бүгін қазақ жастары өте аз шұғылданады деп барып жаңа отырмаса, бұл ежелден келе жатқан. Соның кейін бәлкім содан бекен жастайымнан осында тау спортына құмар болдым. Өте жақсы. Қазір кешіріңіз, бізге телефон шалып жатыр, жаңа қайтадан қосылды ғой. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіздер. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Мен анау Жанарбек Ақби мырзаның келгеніне ақ жол тілей отырып, жаңарақтан таудың биігінен не тауып алдым деді, жаңағы қазақ ердің қапталын. Сол қандай биіктіктен тауып алды, соны қай таудан тауып алды, соны алдым көріп қалмай қалдым. Сосын тағы бір сұрағым,
Мынау жаңағы алпинист деген сөздің қазақша баламасы болып жүр. Мысалы, шынгер, асқарбаз деп, осыны қазақша қолдануға болмай ма екен бұдан былай? Осыны оққым келеді. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет сізге. Мына қандай қайтаудың шыңнан тапты екен дейді. Мына тауып алған сіздің ер тоқымның енді бір бөлшегі ғой енді. Жаңа бабаларымызда соны айтып келседі. Бұл ердің қаңқасын Тянь-Шаньның қазақша мәрмәр қабырға дейді екен де, моңғолдар мраморская стенка дейді екен. Осы мраморская стенканың Қытай жақ асуынан бастап шығады екен. Яғни Қытай жақ асуынан шығып барып, содан кейін мрамор стенкаға түзу шығады. Сол Қытай асуы деген биіктігі 4500 метр екен. Осы сол Қытай асуының жартылай мұзға, жартылай сол жерге кіріп жатқан жерінен тауып алдым. Енді түсінікті болған шығар енді біздің мынау жағрафиялық елімізді, жерімізді жақсы білетін азамат болсаңыз. Мынау Жанарбек мынандай. Бізге тағы да телефон шалып жатыр ғой деймін, тыңдап жіберейік. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Мен сізден бір сұрағым бар еді. Иә, айта беріңіз. Елге келген оралман екенсіз. Қазақстан айтып оралманды жетімдермен бірдей көреді ғой. Сондай болса да сіз қайсы елге өкіл болып мына алпинист болып жүрсіз, соны білгім келеді. Қаттырақ айтыңызшы, түсініксіздеу болып қалды. Қайсы елдің өкілісіз? Қазақстанның ма жоқ, Монғолияның өкілісіз бе? Жақсы, рахмет. Қайсы елдің өкілі болып келіп отырсыз дейді? Қазақстанның ба, Монғолияның ба дейді ағаң? Монғолияда туып, Монғолияның паспортын ұстап, Монғолияның жерін басып отырғаннан кейін Монғолияның туын ұстап, Монғолияның жолдамасымен Монғолияның атынан келіп отырмын. Сондықтан Моңғол елінің өкілі деп есептейміз, өзіміздің қандас туысымыз болған. Әзірге енді біздің елге сіз ауысып келіп жатқан жоқсыз ғой. Ал енді мынандай бір сұрақ, Жанарбек, енді бұл спорт дегеніңіз өте үлкен, аумағы кең, бізде үлкен спорттың салалары бар. Өздеріңізде қандай спорттар кеңірен дамыған, баян үлгейді, жалпы Моңғолияда? Қандай біздің қазақтың атақты азаматтары бар? Сол жаңағы ағаңыз айтып отыр ғой, қай өкілсіз деп, сол өкіл бола тұра Моңғол елінде қазақ халқында атын шығарып жатсыздар ғой, шетелге аты шығып жатқан азамат ағаларыңыз бар ма? Соны атап өтсеңіз кішкене. Рахмет. Біз шетте туғанымызға біз кінәлі емес шығармыз. Заманның тағдыры солай болған шығар. Заманның дауылы солай болған шығар. Сол дауылдан шетке барып қалған шығармыз. Бірақ енді сонда өмір сүріп жатсақ та, енді мәдениет саласындағы спорттың әр саласына Моңғолияның қазақтары өз шамасынша тірлік етіп жатыр. Мысалы, спорттың грек-рим күресінен Одынайұлы Бақыт деген ағамыз бар. Ол 1980 жылы Москвадағы Олимпиадаға қатысып, қосу деген ұпай алып берген Моңғолияға. Моңғолияның атынан барып. Қайта 1981 жылы жаңағы Бақыт ағамыз Токиодағы әлем кубогына қатысып, қола медаль алған. Моңғолияның өзінде грек-рим күресінен 4 рет алтын медаль, 10 рет күміс медаль, 3 рет қола медаль алған Бақыт деген керемет ағамыз бар. Оны енді біздің қазақтар айтады, Моңғолияның Қажымқаны, Моңғолияның мұң айтпас деп. Ол қазақ. Қазақтың атаға орайын шығарып отырған. Сол Моңғолияның біз айтып жатамыз, мысалы сіздерді айтып жатасыздар, Моңғолияның салтын дәстүрін мықты ұстаған деп. Сол мықты ұстаған бірге жаңағы сол Моңғолияның ұстауына себепкер болып жүрген ағаларымыздың бірі жаңағы Бақыттар. Олар өз күшімен жаңағы Моңғолияның атағын қорғап, туын ұстап жүріп алса, біздің қазаққа қандай қысымшылық түседі. Одан кейін мысалы Моңғолдың өзінде спорт шеберлерін нормативін орындаған ағаларымыз көп. Мысалы, соның мысалы өзім жақсы білетін альпинистін айтайын. Мысалы, 1954 жылы алғаш рет Моңғолияда альпинистер Моңғолияның ең биік Бесбауда деген тауын бағындырғанда, бұның ішінде Қайролла деген ағамыз болды. Қайролла ағамыз қазір пенсионер, Моңғолия мемлекетінің еңбек сіңірген дәрігері, Моңғолия мемлекетінің тау спортының спорт шебері. Оның кейін Жүніс деген ағамыз болды, Моңғолия мемлекетінің еңбек сіңірген дәрігері, тау спортының шебері. Оның кейін Молдоқан ағамыз болды. Ол жаңағыдай керемет атағы жоқ болса да, тау спортының шебері. Соның кейін Байғанат деген ағамыз болды. Байғанат деген ағамыз оның кейін өз күшімен сол өз Моңғолияда қазақтарды өз топ құрып, Моңғолияның ең биік тауларына өз бастап шыққан. Ал сол шекара асылған кезде осы Қазақстанға келіп марқұм болды. Ал оның кейін спорттың әр саласында мысалы мықты қазақтар көп. Мысалы ауыр атлетиктен Дәріпхан деген ағамыз болды. Ол да Моңғолияның спорт шебері. Оның балалары Өміртай деген бар. Ол да Моңғолияның спорт шебері. Волейболда Кесқан деген болды. Ол Моңғолияның ең таңдаулы командасының ішіне кіріп четке шығып ойнап жүрді. Қазір пенсионер.
Ондай атақ абыройын қазақ болып тұрса да моңғолдың туын көтеріп, сол өзінің қазағына, қазақ болуына мүмкіндік жасап жүрген ағаларымыз толып жатыр. Ал енді бір айтарым, соңғы кезде бұл әлгіндей керемет табысқа шыққанмен шетелдік аренаға шығуға олардың мүмкіндігі өте нашар. Не себептен Моңғолияда мысалы малы көп, малды Қытайға асырады, басқа өзінде болады, басқа көп ештеңесі жоқ, өзінде арақ шығады, басқа көп өндіріс жоқ. Ал енді сол жағынан мысалы ақша жақ, қаражат жағына көп қиналады. Ал енді мықты мысалы мен хабарды тыңдап отырған қазақстандық ағайды, шеттегі ағайды тарту үшін шеттегі оралман тек қана соңғы кезде бір түсінік бар, саясатпен Назарбаев қана президентіміз қана тарту керек, басқасын демей жату керек деп. Әрбір спортсмен, қалталы ағайындар, мысалы менде спортсмен тартып, ауыл шаруашылығымен тартып, шеттегі қазақты жинап ататын болса, бұның өзі ұлттық патриоттық. Өте жақсы. Рахмет жаным. Рахмет. Қазір бізге телефон шалып жатыр, соны бір тыңдап жіберейік. Айта беріңіз. Тыңдап отырмыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Жақсысың ба? Қалайсың? Жақсы. Түсінбедік қой. Танитын біреу ме? Жақын адам сияқты сөйледі ғой. Әлде Моңғолиядан көшіп келген сіздің қандас туыстар шығар. Атыңызды айтпадыңыз, кешіріңіз. Енді Жанарбек былай, жаңа елді айтып жатырмыз, жерді айтып жатырмыз. Жалпы сіздерге осы мынау елді бар екен, бала күннен бәрін түсіндіріп жүрді ме? Мектептеріңіз қалай? Мектеп қабырғасында сіздер қазақ тілінде, таза қазақ тілінде оқыдыңыздар ғой, білеміз шет жағасын. Дегенмен өзіңіздің оқығаныңыз жайлы айтсаңыз деймін да. Бізде Моңғолияда қазір 32 мектеп бар, 32-нің 3-еуі ғана моңғол тілінде, қалған 28 бірақ қазақ тілінде жүріледі. Бірден 4-ші классқа дейін балалардың бәрін қазақ тілінде оқытады, ал 4-тен 8-ші классқа дейін моңғол тілі, орыс тілі, аңғыл тілі, компьютер деп кіргізеді. 9 бен 10-ші класс жылы бұларды моңғол тілінде сабақ жүргізеді. Негізінде біткен программасының бәрін ұлттық аймақ болғандықтан қазақ тілінде мұғалімдердің бәрі, ұстаздардың бәрі қазақша. Жақсы, жақсы. Енді жаңа біздің бір көрерменіміз айтып жатыр ғой, елге келіп жатыр екен, жағдайы қалай болды деп. Расында да жағдайы енді ойдағыдай болмағанына кішкене көңіліміз толмай отыр. Дегенменен біздің осы мына көгілдір экранның алдында біздің де атақты спорттан әлемге атағы шығып жүрген ағаларыңыз бар, Дәулет Тұрлыханов деген сияқты. Сол ағаларыңыз сізді естісе, әрине қазір енді оның жүрегі бір жағынан ауырып отыр деп ойлаймын. Сондай азаматтар алда өзіңе қол ұшын берер. Дегенмен қазақ еліміз ғой, бауырлары, апалары шет қалмапты, қазір ел не дейді деген біздің айдарымызда бір тілек бар, соны тыңдап жіберейік. Енді осындай қазақ ең биік шыңдарды бағындыратын, шеттен келсе де қазақ азаматтары көбейсе, өзіне осы жақтан серік табылса, сондай ол енді мақтаныш қой. Сонау шетелден келіп атамекендегі шыңға шыққанның өзі. Соған жәрдем беретін жақсы кісілер табылса, нұр үстіне нұр болар еді. Қазір бізге телефон шалып жатыр, бір тыңдап жіберейік. Тыңдап отырмыз, айта беріңіздер. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Ағай, сізді мынау хабардан көріп қуанып отырмыз. Кеше ғана жаңалықтардан көріп едік. Соған жүрегіміз әбден ауырып, кішкене толықсып қалған едік. Сол кешеден бері сізге хабарласқан, демеуші болам деген азаматтар табылды ма? Неліктен мынау Ресейден келетін, анау-мынау әртістерге көп көмек көрсететін біздің қалталы азаматтар осындай сіздердей кісілерге неге көмектеспейді екен? Енді сізге бір тілегім бар еді аға. Тезірек елге оралып, мынау Қазақстанның спортына өзіңіздің үлесіңізді қосып, еліміздің мәртебесін жоғары көтере беретін бір азамат болып көрініп отырсыз. Тезірек елге қайтып, Қазақстанның спортына өзіңіздің үлесіңізді қоссаңыз екен. Рахмет. Жақсы, рахмет. Әрине жаңағы туысқаныңыздың айтып жатқан дұрыс, мен де сондай сұрақты қойайын деп отырмын. Жалпы енді уақытымыз біздің шектеліп қалды. Жалпы алдағы уақытта келуіңізге ойыңыз бар ма, көңіліңіз қалып қалған жоқ па? Әрине алғаш келгеннен қиындықтары болады. Дегенменен осыдан кейін сізге жанашыр ағаларыңыз, бауырларыңыз табылады деп ойлаймын. Жалпы өзіңіздің енді осы кейінгі сапарға қалай, тағы да бір сапарға келуіңіз? Мен алғаш келсем де
мен мында бір сый күтейін, біреуден жәрдем күтейін деп келгенде ата бабамның жерін көрейін, ата бабамның жерін басайын, соның енді бірден спорт болғаннан кейін альпинисттен бастайын, тауынан бастайын деп ең биік тауына шықтым. Бұл оның өзі үлкен маған жетістік. Аманшылық болса, осы спорттық жолмен Моңғолияда өзімнің тобым бар, группам бар, достарым бар. Келесі жылы осылардан бастап таси берем. Маған ешбір кедергі болуға тиіс емес, мүмкін емес. Оның бәрін жеңеміз. Шетелде кірматам жүрсек те, мұнда келіп қандай қиындық көрсек, ол бізге ешбір сөз емес. Ондай болуға тиіс емес. Жақсы, рахмет. Ақбек Жанарбек, сізге біз көп рахмет айтамыз. Уақытыңыз тауып, біздің мына ел арнаға келіп, сұхбаттасқаныңызға. Әрине, құрметті көрермендер, біздің осы ел арнаны Моңғол елінде барлық халық жақсы көреді екен. Сондықтан да біз енді өзіміздің парызымыз деп есептедік бізге қонаққа шақыру. Мен де толқып отырмын, осындай баланы тәрбиелеген ата-анасына, ел жұртына мыңдаған біз рахмет айтамыз. Алда да бізді Алла бізге несіп етіп, тағы да осылай көрісуге жазсын. Аман есен еліне жетуіне біз тілектеспіз. Осындай бір жақсылық күндермен кездесе берейік. Сау сәлемет болыңыздар.